Ана ақысы. Бір күні пайғамбарымыз алейхиссалам сахабаларымен бірге сұхбаттасып отырған еді. Сол кезде бір сахаба әйел асығып кіріп: «Я Расулалла, күйеуім өлім аузымда жатыр. Бәлкім уақыты аз қалды. Кәлимай шахадатты айта алмай жатыр. Күйеуімнің имансыз кетуінен қорқамын. Сол себепті сізден көмек сұрап келдім» дейді. Пайғамбарымыз: «Күйеуіңнің сау кезінде қандай жаман істер бар еді?» деп сұрайды. Әйелі оның ешбір жаман амалының жоқ екенін, намаз оқып, ғибадаттарды нұқсансыз орындайтынын айтады. Сонда пайғамбарымыз: «Күйеуіңнің дүниеде қандай туысы бар?» деп сұрайды. Әйелі кәрі анасы бар екенін айтқан кезде пайғамбарымыз оны жанына шақырады. Хазіреті Алқаманың анасы Расулулла алейхиссаламның жанында келгенде: «Балаңыз сізбен қандай мәміледе еді? Балаңыздан разысыз ба?» деп сұрайды. Хазіреті Алқаманың анасы: «Я Расулулла, ұлым үйленгенге дейін маған өте жақсы қарайтын. Үйленгеннен кейін қатты өзгерді. Әйелінің сөзі еріп, мені ренжітетін болды. Тіпті соңғы кездері мені жалғыз тастап, өзі бөлек шығып кетті. Оның бұл әрекетіне қатты қапа болдым» дейді. Пайғамбарымыз қарт анаға ұлының өлім төсегінде жатқанын және кешірмесе жаһаннамнан азабына тартылатынын айтса да, анасы разы емеспін, кешірмеймін дейді. Ал Алқама болса үйде әлі шахадат кәлимасын айта алмай жатқан еді. Пайғамбарымыз кәрі кемпірдің аналық мейірімін ояту үшін сахабаларына: «Маған біраз отын әкеліңдер» деп әмір етеді. Кемпір таңғалып: «Отынды не істейсіз, я Расулалла?» деп сұрайды. Сүйікті пайғамбарымыз: «Ұлыңызды өртеймін. Жаһаннамда жанғанша осында жанғаны жеңілдеу болады» деген кезде анасы шыдай алмай: «Ұлымның көз алдында жануына разы емеспін, я Расулалла. Оған ақымды халал еттім, кешірдім» дейді. Пайғамбарымыз Хазіреті Алқаманың халін білуге Билал Хабаши хазіреттерін жібереді. Билал Хабаши Алқаманың жанына барып, шахадат кәлимасын талқын еткен кезде Алқаманың тілі ашылады. Хазіреті Алқама: «Ла илляха иллаллах, Мұхаммадан Расулуллах» деп жан тәслім етеді.